Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біздің қазақ тілі арнамызға қош келдіңіздер. Жалпы бүгінгі шығарылым АПЛ премьер лигасының, ағылшын премьер лигасының 6-шы тур ойындарына, басты деген тур ойындарына шолуды жасайтын боламыз. Жалпы бірінші ойын бізде Брентфорд және Манчестер Юнайтед арасындағы ойын. Бұл жерде есеп 3-1 Брентфордтың ұтысымен аяқталды. Жалпы Брентфорд ойынның бас жағында 8-ші минутында Игор Тиаго гол салды. Одан дубль жасап, тағы да 20-ші минутта Игор Тиаго екінші голын соққан болатын. Одан кейін Манчестер Юнайтед есе қайтарып, 26-ші минутта Шешко салды голды. 2-1 есебімен тіркеп тұрғанда, жалпы ойын 90 плюс 5-ші минутта Брентфордтың сапынан Йенсен гол соғады. Жалпы доп иелену бойынша Брентфорд Манчестер Юнайтед 44-56, соққы қақпаға 10-14. Ешқандай команда басым қатты шабуылда қатты ойнаған жоқ. Себебі екеуінің де статистикасы біркелкі тең дәрежеде деуге болады. Бірақ Брентфорд мінез көрсетті, жарады. Алдағы ойындарына сәттілік дейміз. Олар осы 5-ші турда алдыңғы шығарылымда төменде болатын кестеде қазір жағдайларын жақсартып, сәл-пәл сол 10-шы орынға табан тіреді. Топ 10-ға. Келесі ойын бізде екінші ойын Челси мен Брайтон арасындағы басым матч. Бұл жерде есеп 1-3, яғни Брайтон жеңді. Жалпы Челси өз алаңында болғандықтан қарымта шабуылдар және жылдам шабуылдар ұйымдастырып, 24-ші минутта Фернандес гол соқты. Бұдан кейін Брайтон клубы, Брайтон командасы жиналған болу керек. Екінші таймда 77-ші минутта Уэлбек гол соғады. Есеп 1-1 тұрған уақытта, қосылған уақыттарда 90 плюс 2-ші минутта Кейнер гол соғып кетеді. Шамалы уақыт өткеннен кейін, тағы да 5 минуттан кейін 90 плюс 10 минутта Уэлбек дубль жасап, есепті 1-3-ке жеткізіп, Брайтон өзінің жаңа характер дейді ғой, намысын көрсетіп, осындай ойынды алып шығады. Жалпы Челси мен Брайтон арасында ойынның статистикасы доп иелену 59-41. Ал соққы санынан болсақ, ондай қатты айырмашылық жоқ, 13-12. Ағылшын премьер лигасының 6-шы тур ойындарының 3-ші ойыны бұл бізде Тоттенхэм және Вулверхэмптон арасындағы ойын 1-1 есебімен аяқталды. Жалпы ойын Тоттенхэмнің алаңында өтті, бірақ есепті Вулверхэмптон аутсайдер Вулверхэмптон ашты. Есепті 54-ші минутта бұл ойын ашқан болатын. Есепті Тоттенхэм 94-ші минутта Полинияның сар пас береді, Полинияның гол соғады, есепті теңестіреді. Жалпы бұл Тоттенхэм Вулверхэмптонның ойын статистикасы доп иелену жағынан 51-49, ал соққылар саны бойынша 10-9-ды көрсетіп тұр. Қарап отырсаңыздар, ондай қатты басымдылық көрініп тұрған жоқ статистикада, айқын айтатындай. Бұл жерде ең өкініштісі Тоттенхэм үздік үштікте таласып келе жатқан болатын 5-ші турда 3 ұпайдан айырылғаны бұл жерде Тоттенхэм үшін өкінішті болып тұр. Бізде 4-ші ойын бұл Ньюкасл мен Арсенал арасындағы ойын. Есеп 1-2, Ньюкасл өз алаңында жеңілді. Өкінішке орай. Есепті бірінші Ньюкасл сапынан 34-ші минутта Вольтемаде ашады 1-0. Одан кейін Арсенал екінші таймның соңында 84-ші минутта Медина есепті теңестіреді. Ал Арсенал соңында мінез танытып, характер танытып, соңында Габриэль 96-ші минутта есепті алға шығарып, Арсеналға кереметтей жеңілісті сыйлайды. Жалпы Ньюкасл Арсенал арасында статистика бұл доп иелену жағынан 37-63, ал соққылар саны бойынша 88-20-ны көрсетіп тұр. Арсенал айқын фаворит, тактикадан да жеңді, шабуылдан да жеңді, және мінезден де жеңіп, осындай өзінің фаворит екенін, және алдағы Ливерпульмен мақталаста өздерінің мықты екенін көрсете білді 6-шы турда. Жалпы бізде тағы да айта кететін ойындардың бірі бұл Ман Сити Бернли арасындағы матч. Есеп 5-1. Ман Сити өз алаңында болғаннан кейін Бернлиді өте қинады. 5 голды қатар-қатарынан соқты. Бұл жерде Эстевак гол салды 12-ші минутта. Одан кейін Энтони
Энтони теңестірді Бернлиді. Одан кейін екінші таймда Ман Сити Бернлидің ешқандай талқанын шығарып 65-ші минутта 61-ші минутта Матеуш салат голды. Одан кейін 90-ші минутта Холланд салат, 90-да 3 минутта Холланд еселеп, осылай 5-1 айқын басымдықпен жеңеді. Жалпы статистика бойынша бұл жерде 68-32 пайыз, соққылар жағынан 21-9. Айқын фаворит бұл жерде Ман Сити. Бұрынғы Ман Сити оралып келе жатқан сияқты бабына, Пеп Гвардиолаға да респект. Енді бұл Бернли әлсіз команда, бірақ сонда да білесіздер, АПЛ-да ешқандай бір әлсіз команда жоқ екен. Соңғы басты ойын 6-шы турдың бұл Кристал Пэлас арасындағы Кристал Пэлас және Ливерпуль арасындағы ойын есеп 2-1 ағайын. Есеп 2-1. Кристал Пэлас бұл ойында жеңді. Күтпеген нәтиже. Жалпы Ливерпульдің бұндай составпен жеңілуі, жалпы Кристал Пэлас пен Ливерпуль бұл маусым бастамай тұрып та өзара кубокте де ойнаған. Кубокте бұл жерде де жеңілген болатын. Білмеймін, Ливерпуль осы Кристал Пэласқа келгенде жол болмайды. Жалпы есепті бірінші алғаш рет сары ашты. Кристал Пэлас атынан, одан кейін Кеза екінші тайм соңында 87-ші минутта теңестірген болатын. Ал бірақ Кристал Пэлас жаңағыдай Арсенал секілді мінез танытып, 97 минутында Кетия гол салып, есепті алға шығарып, осындай кереметтей жеңіске жетті. Бұл Ливерпульге ұят нәрсе, осындай құраммен Арне Слотқа шабуыл шебін бір күшейту керек сияқты, өйткені мықты ойыншылар жоқ. Исак, Салах, Флориан Виртс секілді, олар бір-біріне әлі үйрене алмай жүр ме, әлі үйрете алмай жүр ме, Арне Слот білмедім. Тактиканы өзгерту керек сияқты. Жалпы статистика 29-71, ал соққылар саны 16-20. Айқын басылыпты көрініп тұрған жоқпын. Жалпы көптеген жұмысты жасау керек сияқты. Бірақ Кристал Пэлас жақсы көрсеткішін жақсартып алға шыға білді. Жалпы Англия Премьер Лигасының 6-шы турдан кейін кестелік тізімді саралайтын болсақ, бірінші орында әзірге Ливерпуль 15 ұпаймен, екінші орында Арсенал 13 ұпаймен, ал топ 3-ті қорытындылап тұрған Кристал Пэлас командасы 12 ұпай. Бұл жерде осы 6-шы турда сенсациялы ойындар болды, өздеріңіз байқағандай. Челси ұтылды, Ливерпуль ұтылды, Тоттенхэм ұпай жоғалтты, 2 ұпай. Сол зәкіде. Енді аутсайдердің қатарында сол Вулверхэмптон 1 ұпаймен 20-ші орында тұр. Сонымен қоса сіздерге тағы да айта кететін жағдай, осы алдағы уақытта АПЛ-дың 7-ші турының басында Лидс пен Тоттенхэм арасында ойын болады. Бұл жерде мен болжап отырмық. Лидс 1 болады, Тоттенхэм 2-1 есебімен жеңеді деп отырмыз. Арсенал мен Вест Хэм арасында ойын болады. Жалпы Арсенал бұл жерде фаворит, 4-1 есебімен Вест Хэмді жеңеді деп отырмыз. Одан кейін Челси мен Ливерпуль ортаңғы матч болмақ. Бұл жерде Челси әрине мықты, бірақ Ливерпуль соңғы 2 сәтсіз ойындарына қарайды, мотивация алып, алдағы уақытта өзінің фаворит екенін және бірінші орында сақтап қалу үшін жеңеді деп отырмыз. Есеп 1-2 есебімен Ливерпуль алға шығады деп отырмыз. Жалпы Брентфорд Ман Сити соңғы ойын басты ойындардың бірі. Брентфорд Ман Сити арасында ойын бұл 0-2 есебімен Ман Ситидің жеңісімен аяқталады деп отырмыз. Жалпы достар, біздің еңбегіміз осы АПЛ Премьер Лигасына шолуымыз сіздерге еңбегім ұнап жатса, қазақ тілді арнамызды қолдап, лүпіл басып, бөлісіп, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздер алдағы уақытта өздеріңіздің командаларыңыздың қандай орында аяқталатыны, Ливерпуль, Арсенал болмаса, жаңа Тоттенхэм сынды, болмаса Сити осы бірінші орын алады, болмаса қандай сезон, жалпы кезең қалай анықталатын ой бөлісіңіздер. Біз сіздерді қуана күтіп, пікірлеріңізге міндетті түрде жауап жазатын боламыз. Қош, сол болыңыздар, келесі кездескенше.